Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода тек қана қызанақтан жасалатын қысқа арналған банка жабамыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, сіздерге барлығын түсінікті етіп көрсететін боламын. Құрамына керекті заттарды төмендегі описание бөліміне жазып қалдырамын. Енді бұл жерде ешқандай да қатып қалған қағида жоқ. Үйде қандай көкөністер бар, солармен жасай берсеңіздер болады. Ең алдымен осындай банкілерімізді жақсылап жуып тазалап аламыз. Қалған заттарды төмендегі описанияға жазып қалдырамын. Енді біз банкілерімізді жақсылап жуып тазалап алғаннан кейін былай төңкеріп, парламай, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай қайнап тұрған ыстық суды банкіге шамалы құйып, крышканы жауып 15 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Дәл осылайнан парласаңыздар сіздерге жеңіл әрі оңай болады. Міне бізде 15 минуттай уақыт өтті, банкілеріміз жақсылап парланды. Ішіндегі суын төгіп тастаймыз. Енді келесі осындай лавр жапырағынан 2 данадан әр банкіге салып шығамыз. Мендегі банканың өлшемі 1 литрлік банкі. Енді менде өзіміздің бау-бақшадан шыққан осындай көкөністер болғандықтан, шамалы болғандықтан, енді мен 1 литрге жаптым. Енді ашты бұрыштан осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай шамалы кесіп қосамыз. Келесі болгар бұрышынан жартысын саламыз және де укроптың осындай жасыл түрінен саламыз. Көбісі негізі кепкен түрін салады, бірақ маған ұнамайды, себебі ыстық су құйған кезде олар сынып кетеді де, кейін банкіні ашқан кезде ішінде майдаланып жүретін болады. Жеген кезде де ыңғайсыз болады. Енді біздегі қызанақтарымызды видеодағыдай салып шығамыз. Ешқандай бос орын қалып кетпей, осылайнан тығыздап саламыз. Арасына болгар бұрышын саламыз. Енді қалауыңыз бойынша кәдімгі капустадан майдалап турап қоссаңыздар да болады. Енді олар өз қалауларыңыз бойынша. Мінекей барлығын салып шықтық. Банкіге салып болғаннан кейін енді қайнап тұрған ыстық суды банкілерімізге толтырып құйып, бетіне крышкасын жабамыз. Біздегі микробтары өлуі керек, 15-20 минуттай қойып қоямыз. Міне достар, бізде 15 минут уақыт өтті. Енді ақырын ішіндегі ыстық суды осылайнан видеодағыдай төгіп тастаймыз. Бұл су бізге қажет емес. Мінекей екіншісінде төгіп тастадық. Банкідегі суды төккен кезде ақырын жұмыс жасаңыздар, қыздар, ыстық суға күйіп қалмаңыздар. Енді 1 литрлік банкіге 1 қасық, 1,5 қасықтай тұз саламыз. Келесі аспирин таблеткасынан 1 штугын саламыз. Яғни 1 литрге 1 дана таблетка, 2 литрге жабатын болсаңыздар, 2 дана аспирин таблеткасын саламыз, қыздар. Енді қайнап тұрған ыстық суымызды тағы да екінші мәрте құйып, бетіне крышкасын жабамыз. Дәл солайнан кәдімгі жапқыштың көмегімен крышкаларымызды бұрап, жақсылап бекітеміз. Құрметті достар, сіздерге бір өтінішім, астындағы подписация батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Видео ұнаса лайк басып, астына пікір қалдырыңыздар. Мен сіздердің жазған пікірлеріңізді міндетті түрде оқитын боламын. Және де жақындарыңызбен, құрбыларыңызбен дәл осы банк жабу әдісін бөлісулеріңізді сұраймын. Енді ең соңынан осылай жылы полотенцаға төңкеріп қойып, бетін жауып қоямыз, 1 түнге қалдырып қоямыз. Міне достар, біздің банкілеріміз 1 түн тұрды. Міне қарасаңыздар, ешқандай да көтерілмеген, өте әдемі болып шықты, ешқандай да мутный болып тұрған жоқ. Және де ең бастысы жасалу жолы өте оп-оңай, қыздар. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеоларда кездескенше.